Со следующего месяца оплата 250 тысяч тенге у вас. В этом месяце 500 тысяч вместе с депозитом. Жақсы. Мынау токсикоз қашан бітеді? Надоел. Сәл шыдасаң бітеді енді. Ресторан қашан таңдаймыз? Ресторан таңдаймыз дегенше уже ішім шығып, көйлекке сыймай қалатын болдым. Таңдаймыз бұйырса. Жанара, А? все посмотрели? Я? Теперь смотрите, самое главное, чтобы мне к концу месяца показания газа, света, все показания, чтобы отправили мне на WhatsApp. Хорошо. И вовремя оплачивайте, пожалуйста, хорошо? Потому что если не будете оплачивать, мы сразу выселяем. Все, и, пожалуйста, не нарушайте порядок. Жақсы. Рахмет. Қазір квартира іздеп көреміз бе? Жаным, жақында үшеу боламыз. Расширение территории керек. В смысле? Мы это же уже обсуждали. Той болмай жатып, балалы болсақ не в тему уже. Ты понимаешь это, нет? Ты вообще-то мне обещал. Жаным, ЗАГСке заявление беріп қойдық қой, енді болды ғой. А мейрамхананың мәселесін бір-екі күнде точно шешемін. Точно? Иә. Кстати, мен УЗИға жазылып қойдым. Барасың ба менімен? Я жаным, барам. Мам, Бауыржан. біздің өзіміздің Wi-Fi бар екен. Я өз Wi-Fi-ымыз, өз ваннамыз, өз кухнямыз бар. Біз бұл жерде қанша уақыт боламыз? Саған ұнай ма? Иә, достарымды шақырамын. Ұнаса болды онда. Ұзаққа қалайық. Бізде бәрі өзгерді. Енді бізде бәрі жақсы болды. Иә? Мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Болды ұйықта. Қайырлы түн. Қайырлы. Мам, Ау. папа бізбен тұра ма? Мам, мен кеше Димашты сапта көрмедім. Балам, ол енді бұл жерде оқымайды. Неге? Білмеймін, мүмкін басқа мектепке ауысып кеткен шығар. Ал мен енді кіммен бір партада отырамын? Ильяс, ондай болып тұрады. Сенде әлі көп достарың болады. Уайымдама. Жақсы ма? Қазір ашу керек. Ашылған күте тұршы. Маған кету керек. Мам, сен менімен қалмайсың ба? Ильяс, бір жақсы өмір сүру үшін маған жұмысқа бару керек. Жүре ма? Мам, егер сен үлгермей жатсаң, мені әкем апарса бола ма? Ильяс, ертең уақытылы келеміз. Осында күте тұр. Жүре ма? Балам, жақсы ма? Мен сені қатты жақсы көремін. Сенде де сондай болды ма токсикоз? Жола, Шаршат жүр. енді шыдайсың. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Сәлем, Малика. Привет. Малика, мен саған кеше айтып едім ғой, жаңа нянямен сағат 10-да кездесу болады. Ой, кешірші, ұйықтап қалыппын. Ладно, ештеңе етпейді, өзім сөйлесіп қойдым. В смысле? Так, қыздар. В смысле ұйықтап қалдым? Ұйықтап қалдым деген ол кешуге сылтау емес. Дисциплина. Понятно? Жанар болмаса не істейсіңдер? Вообще келмейтін шығарсыңдар жұмысқа. Жанара, ты что делаешь? Басқа шығып болады ғой былай.
Кстати, насчет свадьбы. Сен-Жермен келесіңдер ма? Бірге? Қумаш. В смысле кумаш? Что там у вас? Ештеңе? Дубайдан келетін түрі бар ма, жоқ па? Білмеймін. Расскажи. сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Алтын бала агентствосына қош келдіңіз. Қош көрдік. Айдар. Қабдолаев Айдар. Сізге няня керек пе? Иә, маған няня керек. То есть, менің балама няня керек. Түсінікті. Енді сіз мән бермей қойыңыз, біз енді осы офисқа көштік. Балаңыз нешеде? Төртте? Төртте. Жақсы. Ана кабинетке барарыз, қазір сізге няняның резюмелерін алып келем. Жақсы. Бағана, Сания бағана, не мәз болып отырсың? Міне мына жақта бүкіл няняның резюмелері бар. Бірақ менің ойымша, сізге осы няня жақсы келетін сияқты, себебі 2 жылдық стажы бар, 2 тілде сөйлейді, балаға жақсы қарайды. 2 тілде сөйлейді дедіңіз, ағылшынша біле ма? Я білу керек. Жақсы. Ал былай денсаулығына байланысты нелер жоқ па, проблемалар жоқ па? Аллергия деген сияқты. Капец красивый екен, иә? Сындырып алсаңшы. Стопы так женатый. Психоневрологиялық диспансердан анықтама бар ма? Болмаса, жаңағы сотталмаған туралы анықтама деген сияқты. И чё, что женатик? Сындыра алмаймын деп айта салсайшы сразу. Малика, если я захочу, мен любой жігітті сындырып аламын. 6 секунд. Ой. Қыздар. Тоқтаңыз. Қалай сонда, сіздер бұл кісілерді онда анықтамасыз жұмысқа қалай алып жүрсіздер? Жоқ. Бар ғой, просто басқа құжаттардың арасында жатқан еді. Қазір қарап шығайын, күте тұрасыз ғой, ә? Әрине, асықпаңыз, күтемін. Қазір 1 минут. Жақсы. Нұргүл, Әлменаның документтері қайда? Мына жерде болған. Міне, ең дұрысы осы помещение. Қалайсыңдар, қыздар? Нормально ма бәрін? Иә? Біраз болды көріспегелі. Иә. Танысып қойыңдар. Команданың жаңа мүшесі. Мақсат қызы Сабина. Жаңа директорларының бірі. Сәлем. Бізді клиент күтіп отыр еді, сонымен кездесуімізді аяқтасақ. Команданың барлық мүшесімен танысып алыпсың ғой. Айдар менің постоянный партнерім, әрі екеуміз туыспыз. Бүгіннен бастап Сабина екеуі сендерге көмектесетін болады. Сонда сізге няня керек жоқ па? Жоқ, керек жоқ. Жай сіз сұраған соң көңіліңізді қайтармайын деп айта салған ғой. Әзілдескен түрім ғой. Біз келіскендей бірге кірген кезде ешкім шатаспайтын еді. Мен ертеңнен бастап жол жүремін. Сендер уайымдамаңдар. Олар бизнесте бұрыннан жүр. Көмек артық болмайды. Біз өзімізде жұмысты жақсы жасап жатырмыз ғой? Иә. Мен олай айтпас едім. Қызық адамдарын келесіп указ беріп атқан емес. 24-те 7 байланыста болыңдар деймі? Как будто біздің жеке өміріміз, отбасымыз жоқтай. Да расслабься, Жанар. В смысле расслабься? Сен ойлашы, бір айда 2 миллион табамыз. Мы с тобой нифигово заживем. Ты чё? Зато тез-тез ақша табамыз да, квартира аламыз. Сосын Ильястың крутой мектебіне ақшаны қайдан табамын деп басын қатырмайсың. Да онысын рас. Блин, екеумізге бір плотно демалу керек. Тойдан кейін бір жаққа барып келейік та. В смысле? Күшті бір девчачий демалыс керек та бізге. Сендер квартира аламын деп отыр едіңдер ғой. Уже, не істейміз квартираны? В смысле? Той адамның өмірінде бір-ақ рет болады. А квартираны алып үлгереміз. Мен сенің орнында болсам, квартира алушы едім. Жасадық қой тойды. Ақыры не болды? Жүрміз. Екеуміз 2 бөлек. Ойлан.
Қалайсыздар? Сәлем. Клиенттер ақшасын әлі жібермеді ме? Уже 3 күн өтті. Олар әлі төлеген жоқ. Мен хабарласқан, бірақ телефондарына жауап бермей жатыр. А чё аналар әлі ақшасын төлемеген ба не? Вообще ұят жоқ екен ғой оларда. Келісім шарт жасалмаған ба? Жоқ. Біз 2 апта сынақ мерзім болады. Ол 2 апта сынақ мерзіміне біз келісім шарт жасамаймыз. Бір күнге тегін шықса да, бәріне келісім шарт жасау керек. Туысыңыз, досыңыз болсын. Байқаймын, көп нәрсені өзгерту керек сияқты. Негізі бізде бәрі жақсы. Я оның бәрін бірге отырып талқыласақ болады деп ойлаймын. Время есть. Да ведь? Әрине. Хостел төлеуге ақшам болмай тұр. Оның үстіне ақшамның тек өзіме кетпейтін тағы бар. Барса вообще. Еще клиенттер болады. Просто түсінесіңдер ғой. Кей жағдайларда қателік жасауға болмайды. Осындай ситуация болып қалған кезде не істерімді білмей қалам. Алия, біз сені жұмыстан шығарайын деп жатқан жоқпыз ғой? Жоқ, мен жұмыс туралы айтып тұрған жоқпын. Үй жұмыс деп екі ортада шаршап кеттім. Алия, уайымдама. Уақытша менің үйімде тұра тұрсам болады, ал қалғанын бірдеңе шешерміз. Я? Бәрі жақсы болады. Мазалама мен бүгін демалам, жаныма ем алам, ұмытып бәрінен мен демалам. Мейлі әйел, ер адам, қалайды әр адам, аптаның бір күнін бер маған жай демалам. Да, нормально. Скинете, да? Да, сейчас. Все, кетті. Все, да, поступил. Все, жақсы. Рахмет. Давайте, рахмет сізге. Жақсы, сәттілік. Кілт замокта тұр. Все, көрдім. Пока. Міне осы. Рахмет. Молодец. Шашылып жатыр енді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлем. Бұл менің әріптесім. Әзірше бізбен тұрады. Мам, қара, папа маған планшет алып берді. Балалардың барлығында планшет бар екен. Мен де Ильясқа алып бердім. Осындай планшет, е? Өтер. Түн болды ғой, қайда жүрсің? Қайдасың, жұмыста. Жанар. Кім бұл? Әріптесім. Түсінбедім, сен Ильясқа няня алғансың? Қайдағы няня айтып тұрмын ғой, әріптесім менен көмек сұраған. Сен үйтіп біреуге көмектеспей ақ қойшы. Сен өзіңе көмектес.
күні түні жұмыс жасасын, бала жалғыз үйде. Енді Ильяс үшін жұмыс істеп жүрмін ғой. Сен одан да планшет бергенше оқуның ақшасын төлемейсің ба? Білесің қымбат екен. Ильяс. Тамақ ішіп болды. Айттым мен саған, қымбат мектепке тапсырмай-ақ қой. Жай мектепте де ол оқи алады ғой. Ең бар қымбат мектеп орналастыр. Қайттан бастамаш, пожалуйста, қош. Не қош? Ақырын сөйле. Жанар, нормальный график бар жұмысқа орналасса үйге ертерек қайтып отыршы. Ана бала күні түні сені күтіп үйде ішіп пысады. Енді ішіп пыспайтын болады. Сен сол үшін планшет берген жоқсың ба? Жанар, жыныма тимеді мен. Ильяс керек емес пе? Айт маған. Сен мына түріңе қарасам, саған Ильяс мүлдем керек емес сияқты. Жұмыс деп. Блин, теперь көлік көруге, на чем поеду? Зато бізде енді ақша бар көлікте. Кстати, мынаны қарашы, маған мынау ұнады. О, Да? бағасы қанша? Ну, тоже ничего сияқты, но оно пышнее. Да? Мынау әдемірек екен. Қанша тұрады? 800 мың. Нормально. Қанша? Нұргүл, мен бір жақында дос боламшы, прокат қалды да. Давай сұрап көрейін, қай жақтан алған? Нұрхан, ты понимаешь, менің өз жап-жаңа көлегім болу керек. Тойдан кейін не істейсің? Бір-ақ рет келсің болды, просто көлік қой. В смысле просто көлек? Мен подругаларымның барлығында өз көліктері болған. Әселде де, Жібекте де, даже Аннельде. Прям бәрінде? Да, прям бәрінде. Жарайды, ертең өзің барып көресің. Мен бірге барасың ғой, Жоқ, бара алмаймын, ертең маманы күтіп алу керек. Так, в смысле? Мама келе ма не? Ертең айтсамадың ба маған сразу? Гүл, мен өзім бүгін білдім. Мама аяқ астынан отпуск алдым деп звондады, и все, тойға келіп көмектесем деді. Мне же надо готовиться. Жаным, маманың мінез қатал емес. Уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Я саған, тебе это нормально, а мне реально надо готовиться. Вдруг мен оған ұнамай қалам? Қайдағы ұнайсың? Онда ванна мен туалет сен жуасың. Айтсам ғой. Моющие средства бар. Құсқым келеді. Все? Мамнан қара, мына ойынды адамдармен сөйлесуге болады ойын бар екен. Ильяс, біз дастархан үстінде отырмыз ғой, планшетіңді алып тастадым. Мам! Не, мам? Сабағын жасадың ба? Бар жаса. Уайымдама, қазір бүкіл балалар планшетпен отырады. Менің де балам планшет алып беруін сұраған. Ауыл қазір қайда? Әкесімен. Мен үйге ақша жинап, баламды алып кету керекпін. Сонда әкесі балаңды бермей жатыр ма? Жоқ, кегім емес. Ата-анем. Үйленгенге дейін мен оның ішетінін білген жоқпын. Балам туылғаннан кейін бірден ішімдікке салынып кетті. Сау кезінде басқа елдерге баратын шығарды. Ішіп келсе үйге келіп мені ұрады. Ақырында шыдамай үйден кетіп қалдым. Ата-анем ұлымызды құртқан сен деп, кетсең қайтып келме деп баламды көрсетпей жүр. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Статистика бойынша таңғы кофе жұмысқа деген шабытты арттырады екен дейді. Ас болсын. Рахмет. Айтпақшы, Нұргүл үнемі осылай кешігіп жүре ма? Қазір нотариус келу керек еді. Жоқ, не емес. Просто бүгін алдын ала ескертіп қойған. Жақсы. Айтпақшы, менде келісім шарт бойынша сұрағым бар еді. Оны Сабинадан сұрасаңыз дұрыс болар еді. Себебі қағаз тілін сол жақсы түсінеді, маған қарағанда. Жақсы. Жаңа өзде келе жатқан сияқты болған. Басқа? Бәрі жақсы ма? Иә. Сабина, қайырлы таң. Қайырлы таң.
Қалғандары неге жұмыс орнында емес? Қазір келеді. Келісім шартты оқып шықтыңыз ба? Иә, как раз сұрағым бар еді. Мына пунктті түсіндіріп жібересің ба? Жанар, маған сіз деп сөйлегеніңіз дұрыс болады. Не дегенмен әріптеспіз. Мен де бәрімен сіз деп сөйлесетін болам. Жақсы. Мына пунктті түсіндіріп жібересіз бе? Коллективті толығымен ауыстыру деген оны қалай түсінуге болады? Қараңыз. Санияның жалақысы 250 мың. Иә. Оның жұмыс жасап жатқанына 2 ай болды. Ал осы 2 айдың ішінде Инстаграм парақшамыздың подписчиктер саны мүлдем өзгерген жоқ. Бізге жаңа СМ маманын алу керек және де оны аутсорсқа алатын боламыз. Бізге солай тиімдірек. Ал Малика мен Мақпалдың не істеп жүргенін мен түкте түсінген жоқпын. Сонда олар не істейді? Жұмыстан шығарылады. Қалай? Кәдімгідей. Оларға уақыт керек қой, бәрін үйренеді ғой. Қолдарынан бәрі келеді. Жанар, бір няня директор бола алады екен деп қалғандарының қолынан келеді деп ойламаңыз. Кешіріңіздер. Жанар, Сабинаның айтқысы келгені, енді сіз басшы ретінде, директор ретінде өзіңіздің жұмысшыларыңызбен керекті деңгейде, дәрежеде шекара құрып алсын деген ой. Иә, мен Тимурмен бұлай келіскен жоқпын. Сіздермен бұлай жұмыс істей алмаймын. Рахмет, сау болыңыз. Жанар, тұра тұрыңыз. Жанар. Қалай осыншалықты аңқау болуға болады? Оны жақсы адам қылатында осы қасиеті. Егер сіз білмесеңіз, ол Алияның тұратын жері жоқ екенін біліп, өзінің үйіне кіргізіп алған. Соны естідіңіз бе? Айдар, жақсы адам болу, жақсы маман болу деген сөз емес. Әрине. Бірақ біз бұлай қатты кетеміз деп келіспеген сияқты едік. Кешіріңіз. Бірақ бұл жұмыс. Сәлем. Ана екеуі ма? Иә, оны қайдан білдің? Білем ғой сені. Но как раз сен настроение көтеру керек. Твои любимые. Рахмет. Білесің ба не деген ана екеуін? Что? Жұмыстағы бүкіл қызметкерлерді ауыстыру керек дейді. Бастар істемейді да? Вообще-то мен де соны айтайын дегем. В смысле? Ну, если так подумать, Санья страничканы не очень жүргізеді. А Малика вечно опаздывает. И клиенттермен тоже не очень сөйлеседі. А Мақпал не знаю даже последний раз қашан келді. И өзің айтты ғой, Ильясқа 3 миллион керек деп оқуына. Еще квартплата бар. Тебе пахать и пахать. Ты что, дұрыс деп ойлаймын? Недавно ғана сен общагыңда отыр еді. Енді қарашы, өзіміздің офисіміз бар. Классно же? Так что не переживай. Все к лучшему. Пойдем. Рахмет. Сәлем қыздар, ренжімеңіздерші, кішкене кешігіп қалдым. Блин, Малика, кеше ғана айттым ғой, кешікпейміз деп. Не істейміз? О, ас болсын. Рахмет. Қайтып келгеніңізге қуаныштымын. Енді бұл жұмыс бизнес болған екен, ондай болып тұрады. Ренжімеңіз. Жоқ, ренжімей. Мынаны татуласу десерті деп қабылдасаңыз болады. Біз бірге жұмыс істеген соң бір-бірімізге сенім артуымыз керек. Соның құрметіне бүгін төртеуміз ресторанға барып, жаңа жұмыс жоспарларымен, жұмыс шарттарымен танысып талқыласақ қалай қарайсыздар? Енді келісім шартқа отырғанымызда оның үстіне атап өтейік. Кешірім сұраймын. Бірақ өкінішке орай мен бара алмаймын. Бүгін енемен танысатын едім. Құтты болсын. Рахмет. Күшті керемет жағдай. Ендеше біз үшеуміз барайық. Кейін Жанар сізге бәрін айтып түсіндіріп берер. Жақсы. Жақсы. О, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Нотариус.
бірлескен компанияның құрылуымен құттықтаймын. Құтты болсын. Рахмет. Жүріңіз, рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бүркенше. Нұргүл, сен договор точно оқыдың ба? Біздің компания кімге керек? Ассалаумағалейкум. Шучу я. Да, бәрі дұрыс. Если что, дәрхамен ақылдасамыз ба? Маған просто мына жер түсініксіз болып тұр да. Мен осыны 1040 рет оқыдым. Осы жерді қарап жүрші. Қара. Қара. Жанар. Ту, қарсайшы. Жанар. Қалайсың? Сәлем. Осылай жүруді кәдімгідей сағынып кеттім. Қалай осылай? Осылай, ештеңені ойламай, сенімен бірге серуендеді. Енді әрине Дубайда жүре алмайтын шығарсың, ып-ыстық. Иә, дұрыс айтасың, ол жақ кәдімгідей ыстық. Бірақ бизнесқа деген мүмкіндіктер көп адамдармен танысасың. Сонда да өз еліңе жетпейді екен. Иә. Ата-аналарың қалай? Жақсы, шүкір. Өзінде не жаңалық? Ильяс қалай? Ильяс жақсы, біз жаңа квартираға көшкенбіз ғой, соған мәз болып жүр. Да? Құттықтаймын. Айтпақшы, мен саған Дубайдан бір нәрсе әкелдім. Санжар. Басында не алатынымды білмедім, бірақ мына алқаны көргенде бірден есіме сен түстің. Әдемі екен. Ұста. Рахмет. Бүгін кешке кездессек. Бүгін жұмыстарым бар еді, мүмкін ертең. Жарайды. Точно ұнады ма? Иә, әдемі екен. Рахмет. Ойламай, ешбір алаңдамай, бір күнді өткізем, өзімді қинамай, телефон өшірем, шығарам есімнен үзіліс алайын өмірдің көшімен. Мазалама мен бүгін демалам. Осы біздің. Кіріңіз. Сәлеметсіз. Ой, кешіріңізші. Жүгіріп ұмытып кеттім. Сәлем. Ерте келіп қойған жоқпыз ба? Жоқ, төрлетіңіз, өтіңіз. Жарайды, ештеңе етпеді, уайымдама қызым, бәрі жақсы. Что ты мне предупредил, хотя бы написал бы. Мен ұмытып кеттім. Телевизор қосып берейін бе? Дастархан дайын болғанша телевизор көре тұрсаңыз. Жоқ, рахмет. Жақсы. Көмектесейін, Канеке. Жоқ, әуре болмай ақ қойыңыз. Өзім жасай берем, жайғаса беріңіз. Қазір. Жол қалай болды? Жақсы, 1,5 сағатта ұшып кел. Шаршаған шығарсыз, иә? Қарныңыз да ашып қалған шығар. Мынау не? Вдруг жетпей қала ма деп тағы заказ берген ғой. Онда бірден сол ресторанға бара салуымыз керек еді. О, жақсылап бір шай ішейік, е? Дархан, сен отыра бер, өзім қоям. Е? Алия, мынаны қарашы. Жараса ма мынаны кисем? Әдемі екен, бірақ кішкене образға келмей тұрған сияқты. Келмей тұр ма? Тақпай қояйын онда, иә? Мам, Ау, мен бір ойын тауып алдым. Ойнап көрейікші. жанымсың, мен асығып тұрмын. Жұмыстан кейін ойнайықшы, иә? Немесе Алия тәтеңмен ойнай сал. Жарайды, мен кеттім.
Оқуыңды бітіргеннен кейін жұмыс істедің бе? Жоқ, мен жұмыс істеп тезірек аяққа тұрғым келді, сол үшін оқуымды тастап кеттім. Қазір подругаммен агентство ашқам. Өзіңіздің бизнесіңіз бар, күшті. Солай ма? Жақсы, түсінікті. Дегенмен жоғары білімнің орны бөлек қой. Бұған сенің ата-анаң қалай қарады? Жақсы, енді басында ұрысып алғандар бар енді. Бірақ кейін жақсы болып кетті. Ол кісілер қай салада жұмыс істейді? Мамам мұғалім, биология пәнінен сабақ береді. Жақсы, өте сауапты іс. Иә. Ал әкең? Папам союз кезінен водитель. Кеңес одағы кезінен бе? Иә. Енді қазір таксист болып жұмыс жасайды. Жақсы, өте жақсы мамандықтар екен. Біздерге оларсыз қиын болатын еді. Ана жолы Камчатский краб жегеніміз есіңізде ме? Жоқ, мен жеген жоқпын. Сіз өзіңізге тапсырыс берген болатынсыз. Олай болса алып көріңіз, ұнайтын шығар. Жоқ, рахмет, маған морепродукты ұнамайды. Рахмет, маған керек емес. Жанар, тым болмаса дәмін көріңіз. Біз Сабина екеуміз бір бутылкасын бітіре алмаймыз. Жақсы. Сізге меню бойынша кеңес берейін бе, Жанар? Әуре болмаңыз. Жанар, емін еркенім отыра беріңіз. Мен мұнда алғаш келген кезде де бәрін шатастырғам, не аларымды білмей. Сондықтан да бәрін дұрыс. Негізінде бұл ресторан маған да ұнамайды. Бұл Сабинаның жақсы көретін ресторандарының бірі. Жақсы, онда сіз таңдаған нәрсені алайын. Дарханның атасы горисполкомның председателі болып қызмет жасады. Енді қазіргі тілмен айтқанда, әкім деген сияқты ғой. Иә. Сол кездегі ең жоғарғы лауазым болатын. Біздің өзіміздің жеке водителіміз де болды. Ол кезде Дархан жаяу жүрмейтін. Иә, Дархан неменеге күліп, ұялып отырсын. Келін бала білсін. Ал Дарханның әкесі автобусный парктың директоры болды. Сол кезде Дархан өмірінде бірінші рет автобусты көріп, автобусға отырып көрген шығар, е? Иә. Өкінішті. Дархан қазір қандай сұлу келін алып келгенін көргенде ғой. Мүмкін қуанып та жатқан шығар. Шай қояйын, сүтін көбірек қояйын ба? Жоқ, біз шайды сүтсіз ішеміз. Беш бармағың керемет бопты, өте дәмді, рахмет. Рахмет. Ал, сен өзің неге жемей тұрсың? Мен ет жемеймін. Енді өзіңіз түсінесіз ғой. Неге? Ана жолы қатал болып көрінген болсам, кешіріңіз. Жоға, бәрі жақсы. Ол менің жұмысым. Айтады ғой, табыстың көзі, сен өзіңді өзіңнен де күшті адамдармен қоршауыңда деп. Сабинада бар қасиеттер менде жоқ, және керісінше. Сол үшін де біз Сабина екеуміз бір-бірімізді толықтырамыз, керемет әріптеспіз. Нұргүл екеуміз де дәл солай. Айтпақшы Нұргүл туралы. Кешіріңіз. Мен осы бокалды біздің компанияның керемет жаңа бастамасы үшін көтергім келеді. Таблеткаларымды ұмытып кеттім ғой, қазір. Сен не айтпағансың ба не? Обязательно айтам. В смысле айтам? Ты знаешь, как это со стороны тупо смотрелось? Жаным, енді бұл телефонмен айта салатын нәрсе емес қой.
маманың келгені бүгін айтам деймін. Точно айтасың. Иә, айтам деймін. Кешірші болды, айтамын. Әлі ет жеп отырсыңдар ма? Иә. Үстелді жинап тастап, жақсылап тұрып шай ішейік. Иә, жақсы. Нұргүл, мынаны аласың. Алдымен біз компаниямызға жаңа бизнес жоспарымызды енгіземіз. Байқауымша, командамыздың мүшелері өз орындарында емес. Ал бұл бизнеске зияны тигізері анық. Сондықтан мен өз командамды ұсынамын. Егер қаласаңыз, қазіргі қыздарды няня қылып ауыстыра аламыз. Иә. Сіз не дейсіз? Білмеймін, енді бизнеске солай керек болса, жарайды. Жанар, сұраққа сенімді болып жауап бергеніңіз жөн. Не дегенмен енді сіз компанияның атқарушы директорысыз. Ильяс, мен келдім. Ойыныңды ойна. Кешір бұдық. Балам, бұл сен істейтін жұмыс емес? Жоқ, мам, өзім Әкел. Тойыңа да жейдеңді өзің үтіктейсің бе? Үй шаруасына көмектесу ол нормальный нәрсе, мам. Осыне Нұргүл қазір жұмыста. Нұргүлді қайдан тауып алғансың? Бірге жұмыс істегенбіз. Ештеңе айтқың келмей ме? Жоқ. Не айтуым керек? Сен үйленуге асығып жатқан сияқтысың. Мам, мен 32-демін, асыққан түгім жоқ. Жейдеңді өзің үтіктесең, шайды да өзің құятын шығарсың. Нұргүлдің ата-анасы тұрмысқа шыққанға дейін сенімен бірге тұратынын біле ме? Жоқ. Үлкен қалада 2 пәтерге төлегенше, 1 пәтерге бөліп төлеген дұрыс болады деп осылай шешті. Жақсы. Мен оған ұнамаған сияқтымын. Қош, неге? Ну, не знаю, пока так кажется. Ой, это же кажется. Еще анау жынды бар ғой, әлі мамасына айтпаған ғой. Нені? Ну, то, что я беременна. Құрсыншы, не хочу об этом думать. Лучше ты расскажи. Кеше қалай өттіңдер? Не істедіңдер? Нормально. Вино аштық. Айдар не дейді? Ештеңе? Серьезно? Да ладно. Серьезно айтудың? Оған компанияның прибылі ғана емес, директорының өзі қызық сияқты ғой. Қайдағын айтып сенде? Не знаю. Ой, Нұргүл. Жанар. Жанар, Не болды? сен басың істей ма? Не болды? Мына бала кілтін жоғалтып алған. Үйге кіре алмай отыр, саған хабарласылмай отыр.
Мен бірдеңе жаман болып қалды десе, бірдеңе болып қалса ше? ештеңе болған жоқ. Бірдеңе болып қалса ше, вдруг деймін. Үйге кірген соң планшет ойнайықшы. Жанар, тыңда, мен саған жақсы болсын деп айтып жатырмын. Жұмыс деп баланың қоңырауына да жауап бермейсің ғой, үлгермей жүрсің. Ондай болатын болса, мен баланы алып кетейін өзімен бірге, менімен бірге болсын. Асқар, қойшы бол. Ештеңе болған жоқ қой. Не болды соншама? Қалай сен уайымдамайсың, Жанар? Сен мамасы емессің ба? Жоқ, просто Жанар, сен адамды тыңдамайсың да. Звондаған кезде телефон алып Асқар, келіп. болды, рахмет Бірдеңе болып қараған. қалса, не істейсің сен? Шықпа. Пап, мен планшетім қаяқта? Не болды? Ей, мына үйге не болды? Ақша. Телевизор ақша қайда? Жанар, Мен планшетім қаяқта? тұра тұршы балам. Жанар, мен саған айттым ғой, үйге бөтен адамды кіргізбеші деп, неге сен тыңдамайсың мені? Қойшы, Асқар. Жанар деп, Не, Жанар? Несіне үйімде сені тонап кетті, няня? Көріп тұрмын ғой, бірақ ол няня емес, ол Енді күйеу кім? шығар. Сен басың істемей үйде, сен ғана жалғыз тұрмайсың ғой, балаң бар емесің, вдруг оған бірдеңе болып қалса не Қойшы, істейсің? пожалуйста, Асқар. Ять! Қайда кеттің? Жанар! Мені тарт шақыр тез. Дура. Жанар, неге жұмыс орнынан ескертпей кетіп қаласыз? Кейін түсіндірем. Жанар, не болды? Ештеңе. Жанар, айтсаңызшы енді. Маған Алияның резюмесі керек, телефон көтермей жатыр. Басқа нөмеріне хабарласайын деп едім. Ол сізге не үшін керек? Мені біреу тонап кетті. Тонап кетті? Иә. Ендеше бізге бірден РУВД-ға бару керек. Жоқ. Не істеп жатсыз? Менің танысым бар, ол бізге көмектеседі. Жоқ, керек емес, мен өзім хабарласам, рахмет. Жанар, апарып тастайын, тұра тұрыңызшы. Жанар! Нешінші бөлме екен есіңізде ма? 6-шы. 1, 2, 3. Мынау сияқты. Алия. Алия. Саламатсыз ба? Сәлеметсіңдер. Біз мына көрші қызды іздеп жүредік. Сіз оны көрген жоқсыз ба? Шықпа, не болып қалды? Ештеңе. Біз туысқандар едік. Қонаққа келгенбіз ғой. Қандай туысқандар? Оның туысқандары жоқ еді ғой. Кім туралы айтып тұрғаныңызды білесіз бе? Алия, няня. Иә. Ол бүгін күйеуім келеді деген еді. Оның күйеуі жоқ еді ғой. Солай, өзі айтқан. Жанар, мен қазір. Сіз оны соңғы рет қашан көрдіңіз? Білмеймін, әйтеуір бүгін жүктерін жинап олар көшіп кетті ғой. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Жанар! Жанар, тоқтаңызшы. Ең алдымен біз қазір РУВД-ға баруымыз керек. Жоқ, мен РУВД-ға бармаймын. Жанар, түсініңізші. Жоқ, сіз оны алдымен тауып беріңізші. Мен онымен сөйлесейін. Біз алдымен РУВД-ға бармасақ, арызданбасақ, бізге ешкім көмектеспейді. Арызсыз оны ешкім іздемейді де. Сіз бекер уайымдайсыз. Кінәсі болмаса, оған ештеңе болмайды. Мен оған артық проблема тудырғым келмейді. Тек бір нәрсемді қайтарып берсе болды. Маған артық ештеңе керек емес. Жанар, біз қазір уақытты бекер өлтіріп жатырмыз. Бәлкім оған бірдеңе болып қалған шығар. Ол тіпті кілтін де тапсырып кетіп қалыпты. Оны кім айтты? Жаңа ғана көршісінен сұрады. Жанар, бекер уайымдайсыз. Бірақ сіз дәл қазір РУВД-ға барып арыз жазғаныңыз өте дұрыс болады. Жарайды, жақсы.
ағайындар, уақытыңызды алғаныма ренжімеңізші. Бірақ енді көмектескеніңізге көп рахмет. Оқашы. Бәрі дұрыс. Ондай болып тұрады. Бірақ дегенмен де арызды жазбауым керек еді. Сіз дұрыс дедіңіз. Ол сізді ғана тонаған жоқ. Сауап болды өзім. Сосын, Жанат, маған сен дей берсеңіз болады. Сабина жоқ па? Жақсы, онда сіз де маған сен дей беріңіз. Сен дей берсін. Жақсы. Балам, қантты беріп жеш. Астана не болды? Бармайтын болдым. Неге? Осында қалам деп шештім. Нұргүл үшін бе? Иә. Астанада мүмкіндіктер көп еді. Мынау. Бұл әңгімені уже талқыладық қой, болды. Ладно. Тойды қай күнге қоямыз? 14-ші қазан нормально ғой, Неге тез? Мен әлі Гүлханым апайларыма барып өзім хабарласуым керек. Шақыруым керек. Басқа туыстарға да хабар беруім керек. Ұйымдастыру бар, стол бар, шақыру билеті бар. Осының бәрі жеңіл деп ойлайсың ба? Мам, оның бәрін қиындатып қайтеміз, бәрін бірге жасаймыз ғой. 3 айға созып жүреміз, бірақ күнде шешілетін шаруа бұл. Дархан, сен неменеге асығып жүрсің? Сені кім қуып келе жатыр? Әлде Нұргүлдің аяғы ауыр ма? Дархан! Шынымен де аяғы ауыр ма? Онда неге бірден солай айтпадыңдар? Өздерің бәрін шешіп қойсаңдар, мені мұнда не үшін шақырдыңдар? Жарайды. Үйленесің. Не істейміз енді? Бірақ есіңде болсын. Мен саған өз батамды бергенмен, сенің таңдауыңды мен құптамаймын. Sen beni büyük taştan qaladın, suda yüreğimin ötü janamın. Men endi qo'miramin boy jetgan, biroq sizatimni seni tabaman. Men endi alistlarga baraman, tasta жерде qanamaydi tabanim. Жарама іздемеймін себептер, бірақ мен әлі де баламын. Әкет менің қайғымды, арманыммен, бақ бірақ болғышқа. Привет. Привет. Ильяс, Әлия тәтең бұрынғыдан да жақсы планшетін бер жертеле. Кет! Қайда кеттің? Жаңа! Мен тарт шақыр тез. Дура! Жарайды, кеп. Нат басқасын алып беріп жасым. Жаңа планшет алып бермесем. Ильяс? Көрдің ме? Танымайтын адамдар үйге келсе осылай. Ал, тонатта кетті бәрімізді. Ильяс!
мана айтып жүрсің да бөтен адамды үйге кіргізбе деп. Түсіндіңдер ме? Жарайды. Киіміңді жинай қой. Жүрге кеттік. Негізгі түс қылып қай түсті алсақ болады? Өткенде таңдадыңдар ғой мамам. Сол бола берсін. Қараш, қай тортты таңдасақ дұрыс? Алло. Иә, келдіңіз бе? Сәния, сіз няняға дейін төмендедіңіз, Мақпал жұмыстан босады. В смысле? Не болды? Может, туысқандарына хабарласып көреміз. Біреу болса да білетін шығар. Мен жай қалдырмайтын депесің ғой. Не? Санжар балам, мынау менің қызым сал. Ендеше 9 жарымда Сәния сіздің үйіңізде болады. Міне осылай айтпайсыз ба? Жанар мен Нұргүл сияқты басқарушылардың пайдасынан зияны көп деп ойлаймасыз ба? Өзі жұмыс істемесе де жақсы әйелді қалай тауып алды екен, Бәрі дұрыс па? Сіздерге айтар жаңалығым жақсы емес. Сен мені күйік тастан қаладың, суда елжіремін, отта жанамын. Мен енді құмырамын, бой жеткен, бірақ сызатымнан сені табамын. Мен енді алыстарға барамын, тасты жерде қанамайды табаным. Жарама іздемеймін себептер, бірақ мен әлі де баламын. Әкет менің қайғымды, арманыммен бақ бірақ болып ұшқан. Әкет өкпе толы қайғымды, теңіз дәлел жүзуге менсіз құштар. Әкет енді мендік емес.